Это стихотворение молодого поэта, начинающего писателя, даже можно сказать, написано на казахском языке. Называется «Кеш қалдым». Ауыр кетті айтылған бір ауыз сөз, жүрекке батып қалды жазылмас із. Сыртым күліп жүргендей көрінсем де, ішімде үнсіз ғана жылайды мұз. Сен айтқанда бәлкім мән бермедің, жай сөз деп желге ұшып кетер дедің. Ал мен үшін сол сәтте әлем сынып, жанымның бір бөлшегі үзіліп еді. Көзге жас келмесе де жүрек жылады, үміттің шамы сол күні өше барды. Сен білмейсің бір ауыз қатты сөзің, түндерімді ой болып кеш оралды. Қайтейін өткенді қайтарға алмаймын, сол сөздерді ұмытып кете алмаймын. Кейде өзіме өзім сұрақ қоям, неге сонша сен үшін жараландым? Жүрек нәзік, бәрін де сезе береді. Жақсы сөзбен бірдің гүлдей көгереді. Ал ауыр сөз тисе егер бір рет қана, жылдар өтсе де ізі кетпейді енді. Сен кетерсің, уақыт бәрін жабар, бірақ іште бір мұң мәңгі қалар. Айтылған сөз атылған оқ секілді, қайтып келіп жараны емдей алмас. Енді білдің, сөз деген жай емесін. Ол да тағдыр секілді салмақты шың. Сондықтан да жүрекке тиген кезде кешірсең де ұмытылмас сол әсерің. Вот такое вот стихотворение, достаточно серьезное.